Саламатсыздармы, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің гүлдеріме қандай тыңайтқыштар қолданатынымды, қалай қолданатынымды көрсетпекшімін. Мұны өткенде сіздер көрген болсаңыздар, мына орхидея гүлімді мен пересадка жасап, ауыстырып горшогын видео салған болатынмын. Ол видеоны ссылкасын описанияға қалдыратын боламын, сол жерден көрулеріңізге болады. 3-4 күннен бері бұл гүлге мен су құйған жоқпын. Себебі бір күн алдын суғарған едім деп айтқан болатынмын сол видеода. Және бұл ауырып, өзін жайсыз сезінді деген болатынмын. Мына екіншісі де, бұның мына жапырағы да уже сарғайып, бірақтан мына екі жапырақ жаңғыда шықты. Бұда тамыр қалмаған болатын. Осыны мен мына удобрениянты сатып алдым деген болатынмын. Қарасаңыздар, орхидеяға арналған стимулятор цветения деген гүл. Бұның ішінде мынандай екі пакетик бар екен, мына удобрениямен. Бұның біреуін 3 литр суға дайындаймыз деп айтты. Мына мен дайындап қойдым, бұл жерде 3 литр емес, 2 литрден сәл ғана асады. Соның өзі де болар деп ойлаймын. Және де мына бутон деген удобренияны мен сіздерге қалай қолданатынын көрсетемін деген болатынмын. Қазір осының барлығын мен сіздерге көрсетемін. Мінекей достар, мен мынаның аузын ашып дайындап алдым. Енді мұны суға қосамын. Осылай удобренияны орхидеяға жасадым. Және бұған арналған су өте жылы болу керек. Мына менде отстойный жылы су. Міне, енді осының үстіне осылай салып, мен бір жарты сағатқа қойып қоямын. Мына бутон. Бұл бутонды, мысалы, сіздер магазиннен гүлді сатып алған кезде, олар өте әдемі, өте көрікті болып тұрады да. Ал үйге алып келгеннен кейін бірнеше уақыт өткен соң ондай вид бермей қалады. Неге? Мысалы, мен мына драценаны алған кезде, бұның қараңыздар, мына жапырақтарының барлығы былай көтеріліп тұрған болатын. Бұл гүл туралы да мен түсіргенмін. Видеосы бар бұның да. Сонда описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Мына осылай болатын. Бұл келе салысымен мен су құймағанмын. Ойыншықтары барлығы құрғап кеткен, мен оның бәрін кесіп алып тастадым. Бірақтан кейіннен жақсы, міне өзін жақсы сезініп отыр. Жаңа жапырақтар шығарып, қурамаған әдемі жапырақтар шығарып бол жатыр. Бірақтан менің бір байқағаным, міне бұлар жапырағын былай тік көтеріп емес, былай жіберіп жатыр. Бірақ одан қорқатын ешнәрсе жоқ. Себебі оны гүл сататын теплицаларда флористер, олар гормондар беріп, оны осылай қатты гормондар беріп өсіреді. Және де сол гормонның составын жасау үшін бізге осы бутон және мына корневин керек. Мына қасықтың ұшынан ғана бутон мен корневинді мына суға араластырып, кішкентайдан гүлдерге құямыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мінекей достар, мен мына бутонды, қарасаңыздар, міне кішкентай ғана алдым. Бутонды салып алдым, және осы суға салып араластырамын. Міне осындай түске айналды. Мінекей мен корневинді де осыншама мөлшерде алып, мынаған қосып жатырмын. Екеуін қосып араластырып, былайша айтқанда осындай гүлге коктейль жасадым мен. Бірақ бұны көп құюға болмайды. Бұл удобренияны су құйып болған соң, ертесі күні немесе бір сағаттай уақыт өткізіп барып құйған өте дұрыс. Мұны осындай коктейль жасап, мен мына гүлдерімнің бәріне кешкісін мен боларға су құйып қойғанмын. Және мына осындай кішкентай ғана мөлшерде құйсаңыздар жарайды бұл гүлдерге.
мен мына доллар гүліме арнайы тоқталып өтейін деп отырмын. Мен бұл туралы да видеосы бар менде. Оны да описанияға ссылкасын қалдырамын. Міне қарасаңыздар, міне ашты. Көрсеңіздер, міне стрелкасы. Осындай өзгерістер болып жатыр. Және бұған енді мен удобрение құюды бастаймын. Көп емес, кішкентайдан құямын. Жаздың күндері 10 күнде бір удобрение құйғандарыңыз өте дұрыс. Гүлдер өзін өте жақсы сезінетін болады. Коктейлді, мысалы, қазір мен осыған су толтырып құйып, жапырақта тағы да су араластырып жіберіп, жапырақтарына листовой подкорм жасаймын. Ол да өзіне жақсы болады. Басқа гүлдеріме де азнаулы қазір істеп, азғантайдан құйып шығамын. Бұл бутон стимулятор роста гүлдетеді. Бутондарын жақсы шығаруға көмектеседі. Мысалы, гүлдер бутондары, мысалы, шыға алмай бір шығатып тұра береді, бірақ ешқандай өзгеріс болмайды, соған көмектеседі. Және менде удобрениялардың түрлері өте көп. Көрсеңіздер, мына көптеген удобренияларды қолданамын мен. Негізі, в основном, әсіресе көбінесе мына здравенді қолданамын. Маған өте қатты ұнайды осының берген әсерлері. Фитоспоринді көп қолданамын. Қазір мен янтарин туралы да мен сіздерге айтқан болатынмын. Осы янтарный кислотантты су дайындап, орхидеяның жапырақтарын сүртетін боламын. Сосын тағы да бір айта өтетін мәселе, бұл мына жасаған удобренияның су қалады, мысалы, төк тастамаңыздар. Басқа да гүлдеріңізге құйсаңыздар болады. Себебі бұл өте жақсы құрамды, жақсы не береді. Бұның құрамында калий көп. Міне мен осылай удобрение жасаймын. Жаздың күндері 10 күнде бір рет удобрение беріп тұрсаңыздар, өте жақсы сезінеді. Себебі көктемнен бастап күн суытып, күз болғанға дейін гүлдер активно өседі. Осы мезгілдерде сол себепті оларға күш керек. Ал қыстың күндері удобрение беруді тоқтатамыз. Бір айда бір берсеңіздер жарайды ол кезде де. Мүлдем бермесеңіздер де гүл жақсы сезінеді, өзін жаман болмайды. Бірақ бір айда бір мен кішкентай ғана мөлшерде удобрение беріп тұрғанды дұрыс санаймын. Назарларыңызға рахмет. Видеоны лайк басыңыздар және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, жазылып, өз пікірлеріңізді комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.